Көлемі 47-де 14 мына үлкен үйді біз бүгін көретін боламыз, достар. Видеоның соңына дейін көреміз. Енді расположениесін айтатын болсам, прям асфальт, мына жерде Жандос мойкасы деп атайды екен. Жандос мойкасы жап-жақын дейді, бәрі біледі дейді, білуің танымал мойка шығар. Так, мынау бізде үйіміздің сыртқы көрінісі, терезелері решеткаланған. Онша үйдің жағдайы жап-жақсы, мына сыртқы көрінісі дойжекпен жасалған, есіктің алдында осындай стяжкамыз енді карта болып тұр, оны өзіңіз реттеп аласыз. Так, былай қарай бізде бақшай ғой, енді бақша дейді. Былай қарай сарай, мына жерде кішкентай сарайшықтар. Былай қарай үйге қарай өтеміз. Үйдің кіреберіс аймағы, газ пеш тұр, мынандай газ тұр. Мына үйдің кіреберіс бөлігі. Маңызды бөлмелер мына жақта. Үйдің ас бөлмесі, жуыну бөлмелері мына жақта. Еще мына жерде ракена бар екен. Тараңыз, зал, то есть ас бөлмесі үлкен, дәу үлкен ас бөлме. Енді мен қазір бірнеше шаг жасадым мына дейін жету үшін. Мынау ваннаның ішкі көрінісі, толық кафельденген туалетімен бірге. Мына жақта кладовка бар, үйдің қосымша заттарына арналған. Былай қарай енді маңызды бөлмелерге қарай өтейік. Дәу, мынада холл бар. Осы холлдан екі жатын бөлмеге өтеміз. Біреу, екеу. Үйдің жағдайы жақсы, прям кетіп тұра беруге болады. Мына жерде тағы да бір шағын коридор. Осы жерден үлкен жатын бөлмеміз, басты үлкен жатын бөлмеміз. Міне мына бөлікте прям үлкен, енді келіп көрсеңіз түсінесіз. Так, зал. Залымыз 3 терезелі. Енді залдың үлкендігін енді бойынша айта алмадым. Біраз үлкен зал. Тамаша. Мынадай үлкен үйді сізге 13 миллион теңгеге беріп тұр ғой енді. Тамаша.